Аңшының әңгімесі. Аңшы Алтай тауында аң аулап жүреді. Аңшы бір шоқы тастың басына шықса, астында бір топ тәуешкі жусап тұрады. Аңшы тәуешкілерді атуға қимай қарап тұрып, ешкілерге бұқпантайлап келе жатқан аюды көреді. Аңшы не боларын көрмекке аңдып отырады. Аю таяп келіп, бір үлкен тасты алады да тәуешкілерге қарай атып жібереді. Аюдың тасы бір ешкіні жұлып түседі. Аю қорбаң етіп, тастан секіріп түсіп, өлген тәуешкіні әдеті бойынша көтеріп жерге бір соғып жей бастайды. Аңшы аюды атуға оқтала беріп, қарсы беттен бауырлап жылжып келе жатқан бөріге көз түседі. Қасқыр баспалай аюға жақындай береді. Аюға 5-6 қадамдай қалғанда қасқыр серпіле секіріп, аюдың астынан өте шығады. Еттің қызығына түскен аю арс етіп, өз бауырын өзі қауып алады. Аңшының көзіне алыстан аюдың бауырынан бірдемелерді алып тастап жатқаны көрінеді. Сонша болмай-ақ, аю өз олжасын құша жата кетеді. Әлден уақыттан кейін қасқыр қайтадан келеді. Бұл жолы қасқыр қасына аю қарсылық көрсетпей жата береді. Аңшы аюға бір сұмдықтың болғанын біліп, қасқырды атып түсіреді. Аңшы келсе, аю әлдене қашан өліп қалыпты. Қасқыр шапқан кезде оның жұқа шабын жарып кетіпті. Дүлей аю өзінің шабынан шығып тұрған шек қарынды өзі суырып алыпты да өлім қауіпті. Тағы бірді аңшы аң аулап келе жатып, мына бір қызықты көріпті. Жайла іннен ұзап кеткен суырды жем етуге байқаусыз аңдып келе жатқан қасқырды көреді. Суырға әбден тақап қалған бөрі кенет өз алдына ырылдап секіріп ала жөнеледі. Суыр алғашқы кезгенге еніп кетеді. Ал қасқыр өзінен өзі қарғып жоршып арпалысып жүр. Мұны көрген аңшы шоши бастайды. Аңшыға бөрінің алқымында бір нәрсе жабысып жүрген ұқсап көрінеді. Қасқыр біраз тулап барып құлап түседі. Аңшы байқай қасына келсе, Қасекең өліп жатыр. Тамағынан қан жосып жатыр да, анадай жерде шақар сас күзен қарап тұр. Қасқыр алғаш суырды көргенде қасқырды сас күзен көріпті. Есіл-дерті суыр боп келе жатқан бөрі алқымына сас күзеннің жабыса қалғанында дегенде аңғармай қалыпты. Ал аңшының мерген оғынан сас күзенде мүлт кетпей мерт болыпты. Бабалар сөзі. Монғолиядағы қазақ фольклоры кітабынан алынды. Оқыған Қабілет Бәделқан.